Мінекей біз көрпемізді тігіп болды, астарын төр көрпеміздің. Бұрынғыдай көрпенің шетіне су жасаушы едік, ондай суды қазір жасамай қойса да болады. Қазір осындай шетін бәрін құрақпен бітіресеңіз болады. Мінекей мына жақты көрсеңіз, бізде астарының матасы көрініп тұр. Осы мата көрінбес үшін біз шетіне бүйтіп вига жіберген дұрыс. Ұзын қып матаны кесеміз 4 сантиметрден, оны 2-ге бүктейміз. 1 сантиметр астында қалса, 1 сантиметр мына жақта шетінде тұрады. Соны шетіне отырып тігіп отырсақ, сол әдемі көрініп тұратын еді. Енді мынау шетінде бейкасы жоқ болған екен, көрінбей тұр. Болмаса осындай бейкалар болады, сатылады магазинде. Осы тіксеңіз де болады мінекей. Тіп шетіне. Осының өзі астындағы матаны көрсетпей тұрады. Бір жағынан әдемі болып тұрады, бір жағынан күшті болып тұрады. Мінекей осындай көрпеміз бітті. Сұрақтарыңыз болса жауап берем, жазыңыздар. Мына көрпені үтіктеп шығу керек енді. Мынандай шовтарды мына екі жерде қосылғандарды алып, екі жаққа қарай жатқызамыз. Одан үтіктейміз үстіне. Мына шеттерін бәрін әдемілеп түктеп шыққан дұрыс. Мына сабақты алдыда сабақта көрсеткенде ортасындағы көзді біз 5-5 қып сызып алдық. Оны матаға жабыстырамыз, кейін оны бірінші жасыл тігеміз, одан жасыл тігеміз, қызыл. Болмаса жасыл тігіп, қызыл қып өстіп. Мына екеуін жасыл, екеуін қызыл қылсаңыз да болады. Болмаса бір көрікті қызыл, келесін жасыл, одан кейін қызыл, сөйтіп айландырып істесеңіз де болады. Сондай айландырып, мына жерге тіксеңіз болады. Тоже әдемі көрінеді. Жіберіңіздер, егер осындай құрақтар құраған болсаңыздар, маған WhatsApp-қа жіберсеңіздер болады. Бір-бірімізбен бөлісейік. Осындай көрпе құралды. Келесі көрпелерімді осындай вариантта тігемін бұйыртса, бірақ кішкене басқаша. Мына жерлерде міне көрдіңіз бе, мына жасыл бір линия, екінші жасыл, тағы қызылмен жасыл, жоғарыдан төмен қызыл-жасыл, қайтадан ортаңғы линия қызыл-жасыл, и соңғысы мына екеуі көк пен фиолетовый. Осыны басқаша істеп жүрсе де болады, әдемі түседі тоже. Жақсы, сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, жауап береміз. Келесі видеода кездескенше сау саламатты болыңыздар.